Міне жақсылап миксерлеп алдық. Енді бұған жұмыртқаның сарысыны қосып, бұны да миксерлеп аламыз. Миксерлеп алдық. Міне сұйық массамыз осылай дайын болады. Енді бұған ұнымызды үкіштен өткізіп сала береміз. 2-3-ке бөліп саламыз ұнды. Ұнды салған кезде осылай астынан үстіне қарай араластырамыз. Сол кезде бисквитіміз басылып қалмай, көтеріліп шығатын болады. Ұнымызды салып біткеннен кейін осындай масса дайын болады. Енді бұған суық суымызды қосып, бұны да астынан үстіне қарай